Так. Айлин, таңғасың дайын. Қазір барамын. Бүгін бір түрлі жақсы күн болатын сияқты. Бүгін сабақтан кейін бірдеңеге келші. Неге? Әкең екеуміз саған бір жаңалық айтқымыз келеді. Қандай жаңалық? Онысын кешке білесің. Ту, анашым, қызықтырып қойдыңыз ғой? Сабаққа бар, кешке сөйлесеміз. Айлин, сен естідің бе? Не болды? Мектепке жаңа оқушы келеді екен. Соны жаңалық деп тұрсың ба? Жоқ, ол басқа мектептен емес, шетелден көшіп келеді екен. Жарайды, онда қызық екен. Сендер жаңа бала туралы айтып тұрсыңдар ма? Иә. Мен оның кім екенін білемін. Ол қандай? Интернеттен көрдім. Оның отбасы өте бай дейді. Онда біздің сынып қызық болатын болдым. Адамның ақшасы маңызды емес қой. Сен солай ойлайсың, бірақ бәрі олай ойламайды. Балалар, бүгін бізге жаңа оқушы қосылады. Танысып қойыңдар. Бұл Данияр. Сәлем. Сәлем, мен Айлинмін. Білем. Қалай? Сен туралы Мира айтып жатыр еді. Бірінші келіп тұрмын. Сондықтан маған көмектесіп жүресіңдер ме? Данияр, сен шынымен шетелде тұрдың ба? Иә. Ал сенің әкең үлкен компанияның иесі деген рас па? София, ондай сұрақ қоймауға да болады ғой? Неге? Қызық қой? Иә, әкемнің компаниясы бар. Керемет екен. Сендер тек оның ақшасын сұрай бермеңдерші. Жоқ, бәрі дұрыс. Сен өзгелер сияқты емес екенсің. Қалай? Білмеймін, жай ғана. Мен келдім. Кел, қызым, отыр. Не болды? Қызым, саған бір нәрсе айтуымыз керек. Қорқытып жібердіңіздер ғой? Әкеңнің жұмысына байланысты жағдай болды. Компаниямыз үлкен қиындыққа тап болды. Сонда біз біраз уақытқа басқа үйге көшуіміз мүмкін. Не? Айлин, мен мектебімді ауыстырам ба? Мүмкін. Жоқ, мен ол мектепке енді ғана үйреніп едім. Бұл біздің таңдауымыз емес. Айлин, не болды? Мен басқа мектепке көшіп кетуім мүмкін. Не? Әкемнің жұмысы қиындыққа тап болды. Жоқ, сен кетпейсің. Мен де кеткім келмейді. Айлин? Иә. Сен шынымен кетесің ба? Білмеймін. Мен көмектесе аламын. Қалай? Әкеммен сөйлесем. Жоқ, бұл біздің отбасымыздың мәселесі ғой. Бірақ сен менің досымсың. Рахмет. Кім екен? Сенің отбасыңның компаниясы кездейсоқ қиындыққа түскен жоқ. Не? Бұл адам менің отбасымды қайдан біледі? Даниярдың отбасы біздің компанияға не қатысы бар?
Мүмкін бұл біреудің ойыны шығар. Қазір не болып жатыр өзі? Айлин, не болды? Кеше сен кеткеннен кейін Данияр біреумен телефон арқылы қатты сөйлесіп тұрды. Кіммен? Білмеймін, бірақ ол Айлин бұл туралы білмеу керек деді. Не? Мен де таң қалдым. Мен Данияр табуым керек. Данияр, біз сөйлесуіміз керек. Жарайды, не болды? Сенің отбасың менің әкеме қатысты бір нәрсе біле ме? Сен оны қайдан білдің? Демек, рас қой. Айлин, мен саған түсіндіре аламын. Онда түсіндір. Әкем мен сенің әкең бұрын жұмыс істеген. Қандай жұмыс? Бір үлкен жоба болған. Сосын не болды? Жоба сәтсіз аяқталды. Екі отбасыда көп ақша жоғалттым. Бірақ бұл әлі де менің компаниямның құлауына себеп емес. Мен де солай ойлаймын. Онда сен неге менен бір нәрсені жасырып жүрсің? Себебі менің әкем саған сенбейді. Неге? Ол сенің әкең бізді алдады деп ойлайды. Не туралы сөйлесіп тұрсыңдар? Бұл саған қатысы жоқ. Мүмкін қатысы бар шығар? Не айтқың келіп тұр? Мен кеше бір нәрсе көрдім. Не? Мектептен кейін сенің әкең бір адаммен кездесіп тұрды. Қандай адам? Даниярдың әкесі. Сен мұны білдің бе? Жоқ. Олар қатты ұрсып жатты. Неге маған ешкім айтпайды? Әке? Я, қызым. Сіз Даниярдың әкесімен кездесіп жүрсіз бе? Әке, өтінем, шындықты айтыңызшы. Я, кездестім. Неге? Ол мені компанияның ақшасын ұрлады деп айыптап жүр. Сіз ұрладыңыз ба? Жоқ. Жоқ. Онда кім? Мен нақты білмеймін. Бірақ біреу біледі ғой. Сол адамды табуға тырысып жүрмін. Мен де көмектесемін. Жоқ, бұл қауіпті емес. Бірақ үлкендердің мәселесі. Бұл менің отбасым.